Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай созылмалы лапшаның, яғни кеспенің жасалу жолын толық көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Нан салма, кеспе көжелерге де жарайтын қамыр. Ең алдымен суымызға тұзымызды салып, бір жұмыртқамызды салып, ұнымызды електен өткізіп, ұн салып, жақсылап, орташа қатты қамыр жасайтын боламыз. Өте қатты болмау керек қамыр, және жұмсақ болмау керек. Орташа қатты қамыр жасап, қамырға уақытты аямаймыз, жақсылап илеуіміз керек болады. Илеп болғаннан кейін пакетке салып 15 минут 20 минутқа қалдырамыз. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды орташа қалың қылып жайып болғаннан кейін жақсылап ұн себетін боламыз. Ұнды жақсылап себеміз, өйткені бізге ол алдағы уақытта керек болады. Қалыңдығы осындай болды. Міне орташа қалың, жұқа емес, және өте қатты қалың емес. Енді қамырдың екі шетін ортаға жинайтын боламыз. Осылай тағы да ұнды себіп шығамыз. Ұнды осылай сеуіп шығып, осылай ортаға жинайтын боламыз. Қамырымызды жоғары қарай осылай орап шығатын боламыз. Бес саусағымызды осылай қойып, қамырды осылай орташа жіңішке етіп, осылай кесіп шығатын боламыз.
Қолымыздың барлығын кесіп болғаннан кейін, онда осылай жақсылап тұрып себетін боламыз, қолға жабысып қалмау үшін. Осылай қолымызға алғаннан кейін, онда жақсылап тағы сеуіп, енді қамырды осылай орташа қысыммен төменге қарай тартатын боламыз, өзі созылады. Егер қолдарыңызға жабысып жатса, тағы да ұнды осылай сеуеміз. Қамырымыз біртіндеп созылып келе жатыр. Өте жақсы созылады. Төменге қарай осылай басып-басып созатын боламыз, біркелкі етіп. Орап аламыз. Мінекей, тағы да төменге қарап осылай созатын боламыз. Қамырымыз біркелкі, жіңішке болады. Bir жері қалың, бір жері жұқа болмайды. Қамырымыз біршама ұзындықта осылай созылды, мінекей, ешқандай үзілмейді. Қамырымызды мен сияқты осылай кір кептіргішке немесе жіпке жайып құрғатып алатын боламыз. Құрғағаннан кейін екі қолымызбен екі жақтан ортаға тез жинап, ыдысымызға салып, жинап алатын боламыз.